Президент жолдауы Қазақстан халқы мен биліктің алдындағы шешілуге тиісті мақсат міндеттердің бағдары іспеттес. Ғылыми негізделген осындай нақты міндеттерді шешу жоспары бар мемлекет қана ойдағыдай дамуға қол жеткізеді. Оны әдемдік тәжірибе үнемі дәлелдеп келеді. Елбасымыздың халыққа арнаған биылғы жолдауда осы міндеттерді айқындайтын анық. Алайда саяси құжаттың мерзімінен бұрын ерте жариялануында қандай мақсат бар? Тілшіміз тарқатсын. Елбасымыздың бұған дейінде ерте жариялаған жолдаулары болған. Соның бірі Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауы 2015 жылы 11 қарашада жасалған. Биылғы жолдауда ерте жарияланып отыр. Жалпы бұндай оқиға қоғам дамуында кездесетін тәжірибе және ол қалыпты жағдай болып есептеледі. Шындығында кейде оның себебі әлемдік дағдарыстардың түрлі сын қауіптер мен қайшылықтар ықпалының күшейе түсуінен де орын алуы мүмкін. Сондай-ақ дағдарыстардың алдын алу, елдің қалыпты экономикалық даму үрдісін сақтау үшін де сондай қадамдарға барамыз. Ал бұл жолғы жолдаудың мәні шынында да бөлек. Өйткені елбасымыз қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып қана қоймай, оның тұрмыс сапасына да басымдық беріп отыр. 19 жылы бұл тірлікті іске асатын болса, біздің Қазақстанның халқы деңгейі, күн көру деңгейі жоғары көтерілетін дейді. Себебі бұл жолы жаңде бұл кісінің ерекше мән беріп, көңіл бөліп отқаны орта бизнестерге ерекше мән беру, оның ішінде мынау тұрмысы төмен, айлығы аз мекемелердің жағдайын көтеру. Бір ғана Түркістан қаласында 42 ұлттың өкілі тұрады. Олардың бәрі де елбасының облыстың жаңа орталығына келіп кеткен қадамын құтты санап отыр. Сапардың ізін ала жолдау жарияланды. Бүгінгі жолдаудан біз ерекше қуат алдық. Әлеуметке бұдан артық қандай қолдау керек? Елбасымыз келер жылдың жаңалығымен бізді кемі 3 ай бұрын қуантып отыр дейді түркістандық тұрғындар. Бүгінде президенттің жолдамасын естіп соны қолдаймыз біріншіден. Екіншіден әр азамат өзі әрқайсысы жаңа өзінің лептасыны кіргізу керек, бұл еңбек істеуіміз керек. Иә, жыл сайынғы елбасы жолдауы түрлі тақырыптарда және саяси сипатта жарияланып келді. Ал келесі жылға арнап ерте жарияланған бұл жолдау тек жақсы тұрмысты ғана көздейді. Онда да тойынып алып текке жүруде емес, табысыңды еселеп, тұрмыс сапасында арттыр деп міндеттейді. Бұл ел мен жұртқа жасалған мол мүмкіндік, үлкен қуаныш. Түркістан қаласынан Мұхтар Атабек, Талғат Елебеков, Нұржан Ақжолов, Тұран Ньюс.